Енді ол маған қарап сөйлемейді. Күндегідей балам деп өтініште айтпайды. Күндегідей анау істелмей қалды. Мынау жасалуы тиіс еді. Жетіспей жатырмын деп уайымдамайды да. Тірліктің қым-қуыт қамытын мойнына киіп әкесіз мені өсірді. Сабаққа бастауыш сыныптан соң ынтам болмады. Анам қанша желкелеп оқытса да оқуға мойным жар бермеді. Әупірімдеп 9-шы сыныпты біткергесін анам коммерциялық колледжге оқуға түсірді. Айтатыны, мен оқи алмай қалдым. Енді сен қатарыңнан кем болма. Қара жұмыс істеп, өзіңдей адамның астамси қарағанын көрмегейсің ұлым. Ол өте ауыр нәрсе. Оқы, қолыңда дипломың болса жерде қалмассың. Бір жерге жұмыс іздеп барсаң да тіліңе тиіп болады ғой деуші еді. Жоқ, мен ол кезде ештеңені ойламадым. Сабаққа құлқым болмады. Бірдеңені істей салшы балам десе, компьютерден басымды көтергім келмей тыңдамайтынмын, ұрысса одан сайын қасарысып қалушы едім. Кейде тіпті жалынатын баламмен үлгермей жатырмын көмектесе салшы дейтін. Сонда да іштегі бір қырсық мінезім жібермейтін. Соңғы рет қатты жылады. Балам қарғамаймын. Бірақ ертең балалы болғанда бәрін түсінесің. Қазір ананың қадірін білмейсің ғой деді. Сонда да жібімедім. Мұндай ойсыз болармысың деді налына. Маған сөз әсер етпеді, содан кейін үндемей үйден шығып кеткен. Арада қанша уақыт өткенін білмеймін, басымды көтерсем түнгі 10, ал анам үйде жоқ. Қарным ашты. Жейтін бірдеңе іздедім. Стол үстіне дайындап қойған тамақты көрдім. Бірақ өзі ауызда тимепті. Тамағымды ішіп алып келіп қалар дедім де тағы сол компьютермен болып кеттім. Жоқ, түнгі 12 болып барады. Бұрын бір жаққа кетсе айтып кетуші еді, әрі мұншалықты кешіккенін көрмеппін. Енді ғана алаңдай бастадым. Түнгі сағат 1-ге шамаласқанда барып анамның телефонынан қоңырау түсті. Жалма жан көтеріп қайда жүрсіз осы уақытқа дейін дедім зілдене. Сөйтсем ар жақтағы дауыс анамның дауысына мүлде ұқсамайды. Сіз кімі боласыз, осы нөмердегі кісінің деп сұрады. Мен ұлымын дедім, кекештене бір жамандықты сезіне. 5 сағаттан бері ажалмен арпалысып анаңды алып қала алмадық. Көшеде көлік қағып кеткен. Қатты соққыдан еш жимастан үзіліп кетті. Телефонда балам деп тұрған бірінші нөмерге қоңырау соғып тұрғанымыз осы деді де трубканы қойып тастады. Аспан айналып жерге түскендей күй кештім. Неге дедім аласұра. Неге мені тастап кеттің апа? Мені кімге қалдырып кеттің? Күндегідей мені жұмсашы. Маған ұрысшы. Тек ана жаққа кетпеші деп жыласам да енді кешеді. Аппақ жүзі көгіс тартып, суық жансыз денені құшақтап көз жасымды төккенімен. Енді оған бәрі бір еді. Енді маған балам деп ешқашан айтпайды. Енді ешқашан жетіспей жатырмын да демейді. Оған енді ештеңе керек емес. Ештеңе.